1 маусым күні қала кеңесінің мәжілісі кезінде байқау қорытындысы шығарылып, қала елтаңбасы бекітілді. Степногорск қаласының елтаңбасы ең үздік классикалық дәстүрде және елтаңбаның геральдикалық заңымен орындалған. Елтаңбада геральдикалық белгідегі негізгі талаптар нақтыланған. Дәлдік, қысқа айтушылық, барлық элементтердің жиынтығы, қала қызметінің негізгі салаларын ашып көрсетуі. Елтаңба негізгі кемелдік пен мәңгіліктің идеологиясын білдіретін шеңбер болып табылады. Шаңырақтың ортасында үй, ошақ және ұрпақ жалғастыру рәміздері. Степногорск қаласының атауымен құрылған жылы арасындағы композиция теңестірілген. Жоғарғы бөліктегі 1964 саны Степногорск қаласының құрылған жылы. Астыңғы бөлігінде қала атауы. Оң жақ және сол жақтағы қазақша оюлар Степногорск қаласы Қазақстан қалаларының бірі екенін көрсетеді. Тегершік ортадағы алтын шеңбер бейбіт атом белгісі. Қаланы құраушы негізгі кәсіп орындардың белгісі. Степногорск тау-кен химиялық комбинаты, Қазақ алтын, Степногорск мойын тірек зауыты. Масақтар біздің өнеркәсіптік қала ауыл шаруашылығы аймағында орналасқанын және тың өлкенің ажырамас бөлігі болып табылатынын білдіреді. Қалада ауыл шаруашылығы өндірісі даму үстінде. Жылыжай технологиясы мен Астана нан сияқты кәсіпорындардың өнімдері тек біздің аймақты ғана қамтымай, республикадан тыс жерлерге де шығады. Көгілдір сары алтын түстердің үйлесу гаммасы Қазақстанның мемлекеттік рәміздеріне сәйкес келеді. Степногорск жазуы екі нұсқада қатар пайдаланылады: кириллица және латын әріптерімен.